Сәлем әріптес, жаңа оқу жылына ең пайдалы жасанды интеллект видеоның соңына дейін қарасаңыз, платформаның атын бірге білетін боламыз. Ең әуелі сайтқа кіреміз, кіргеннен кейін бізде бетшеміз осылай шығады. Ең астында тек жазатын жер бар, осы жерге кез келген мәтініңізді енгізесіз де, и астында функция деген бөлімде кез келген осы жерде функцияны өзіңізге керекті функцияны таңдап аласыз. Мен мысалы блок схеманы таңдадым. Бізде автомат түрде жазған мәтінімізді осылай блок схемаға салып берді. Қараңыздар, сан есімнің анықтамасын, сан есімнің түрлерін осылай жіктеп блок схемаға салып берді. Енді екінші мәтінімізді енгіземіз. Мұғалімнің заманауи цифрлық құралдар деген енгіздім. Астында функция деген жерде анализ дегенді таңдаймыз. Міне қараңыздар, мұғалімге арналған заманауи цифрлық құралдарды осылай автомат түрде бізге анализ жасап беретін болады. Енді үшінші мәтінімізді енгіземіз. Астана қаласы заманауи қала, көрінісі 2030 жыл деп тердік. Астында арт деген, яғни сурет форматында тердік. Мінекей қараңыздар, 2030 жылы Астана қаласының осындай көрінісі шықты бізде. Қараңыздар, өте керемет. Бұл платформаның аты JediAI, яғни ұстаздарға арналған жаңа көмекші. Егер осындай платформаларды үйренгіңіз келсе, менің парақшама жазылыңыз, әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз.